Ал енді бізге жаңағыдай анау естіп қоян жаңағыны керек нәрселерді. Дұрыс. Ислами пайғамбарымыз тарихшы. Пайғамбарымыздың тарихын мен жаздым. Мен енді ол кезде сырқаттан, аяқтан баса алмайтын болған екен, өзіме керек кітаптарын жаныма қойып алып жаздым. Жатып алып жанбастап. Компьютер жаныма қойып алып. Енді соны жазуға көп нәрсе керек болды. Ана кітаптарға тұрып ұстауға амалым жоқ, маған рұқсат жоқ аяққа басуға дәрігерлердің ісімен. Сөйтіп жатып жазғаным ғой. Енді сонда пайғамбарымыздың де дәуірі неге бөліп қарағанда жақсы түсінесіз. Біріншіден пайғамбарымыз туылғанға шейінгі болған уақыт өз алдына. Өз алдына. Өйткені, бұрынғы кітабилер пайғамбарымыздың қай күні, қай жерде туылатынына шейін білген. Қай күні, қай жерде. Мысал үшін, Настура деген бір орыс тілінде манақ дейді, қазақша абыз деген сөз тура келетін шығар. Сол неге Бағдатта бір жерде неде айтқан. Меккеден келгендерің бар ма деп айқайлайды. Сонда Талха радиаллаху анху сонда жүрген. Меккеден мен келгем. Ахмад шықты ма деді. Ол кім деді? Білмейміз. Сөйтті. Деді, ол туылу керек Меккеде, ол шығу керек. Абдулла ибн Абдул Мутталибтің баласы болады ол деп айтты. Атына шейін айтып тұр. Сол пайғамбар болып шығады. Анау аңтан бір-екі белгілерін айтты оның. Осындай, менің өмірім жетпейді ғой, шіркін мен көрсем еді арман-ай деді. Сөйтіп келсе пайғамбарымыз пайғамбарлығын жариялаған екен. Кәлиме келдірді. Осындай нелер көп болды ел ішінде. Осындай нәрселер. Пайғамбарымыздың туылған күні бір яхуди келіп, Меккеге келіп, Кабаның алдына келеді де, Құрайшын бәр Кабаның алдында жүреді күндіз. Сендерде кеше түнде бір бала туылмады ма деді. Туылды деді. Кім? Абдул-Мутталиб деген шалдың немересі туылды деді. Маған көруге бола ма? Болады. Барып көріп. Жағасын ұстап, сасқалақтап қалды далбасалап. Біздің Бәни Исраилден дәулет кетіпті деді. Мұны ақын Қиямет пайғамбары болады деді. Ал әңгіме қайда жатыр. Енді соны, енді пайғамбарымызды Құдай тағала пайғамбар еткенше талай нәрсені өзіне көрсетті ғой. Өйткені бірден сылқ еткізіп мойны пайғамбарсын десе көтере ала ма? Жұртты да сендіру қиын. Ол оның белгісін көріп жүрді неше түрлісін. Аш, ол кезде Абу Талибтің үйінде аш, балдар аш жүреді, тамақ жетіспейді. Абу Талибтің несінде балалары көп. Сонда біледі бәрі. Пайғамбарымыз дастарханға отырмай, аналары отырмайды екен. Ана балдар. Өйткені пайғамбарымыз отырса, әйтеуір ана жерден бәрі тойып шығады екен. Тойып тұрады екен. Соны, енді сондай белгіні әрқайсысы көру керек те оларды. Әңгіме қайда жатыр. Құрайшыларға көрсетіп, Абу Талиб Құдайға жалынып, анау құрғақшылық несінде дұға қылды, пайғамбарымызды алдын алып алып, пайғамбарымыз сонда 8 жасар ма, сондай бала кезі сөйтіп дұға қылып, жауын жауды. Сондай нәрселер, белгілер бар да. Соның халық көзі көріп, сөйтіп иман келтіру ол. Ойпырмай, мына бала не болар екен, мынада бірдеңе бар дегендер иман келтірді, сөйтіп. Көзі көріп.
Ана иман деген ол бірден бола салмайды да ол. Сол біртіндеп жаңағыдай көріп, араласып,